Алматының пробкасы шүкір екен. Мына пробкамен 1,5 сағат келдім бұл жаққа таксимен. 5000 теңге еще. Бангкокта себебі өте көлік көп, халық саны көп, туристер көп. Халық саны, жергілікті халық саны негізі 6 миллионға шейін жетіп қалады. Таиландтың астанасы. Енді осы қаланы бірге аралаймыз. Менің 8-ші елім болып тұр. Осылай орталық парк. Ауа райы қазір қаңтар айы болса да өте ыстық. 25-30 градус, күндіз 30-ға барған кезде прям влажностьпен қапырық болып кетті да. Сонымен кешке әрең шықтым. Осылай кешкі паркпен серуендеу. Парктың ішінде темекі шегуге болмайды. Мысықтар көп екен. Аллигаторлар дейма, не дейді, сондайларда кездесіп қалады. Крокодилдың кесірткелерінің түрлері. Қазір сағат 6:30 болып қалды, уже кешпе бағдыға. Так, қазір осындай бір паркке келдім, Тыныштау парк. Бір байқағаным, Таиландта машиналарға тонировка жасай беруге болады екен. Алдында тонировкамен жүр. Ол бір. И машиналардың бәрі праворульді. Аэропорттан, жаңа ұшақтан қонатын кезде қарасаңыздар, қала өте қатты смог. Былай қарағанда Алматыны енді қатты смог дейміз ғой, бірақ Бангкоктың смогы кәдімгідей бетке шығып тұр ғой, бүйтіп ше. И пробка деген нереально енді. Шүкір деп қоямыз осындай кезде. Осындай көгалды жасыл. Бұқаралық спортқа жақсы көңіл бөлетін сияқты. Парктың ішінде осындай ангар салып қойған. Пинг-понг ойнап отыр бұл. Пинг-понг. Жергілікті буддистский храмдар, бұлар енді буддизм дінін ұстанады. Дінге қатты бағынады. Будданың мүсінін қатты құрметтейді. Будданың мүсінін сыйлық ретінде алып кетуге, сувенир ретінде қолдануға тыйым салады, яғни ол сендерге ойыншық емес дейді. Бірнеше храм бар қалада. Сыйынатын орындар өздерінің. Ішіне кірмейміз енді, қатты бір аса қызық болып тұрған жоқ. Осындай бір аяқты көшеде бұлар үйінің қасынан үшін сразу магазин, кафесін ашып тұрған ғой. Бұлар енді төлемейді. Осы жерде тұрады, осы жерде жұмыс істейді. Туристер келеді, может. Осындай бір аяқты көше бұл. Осындай контрасттарды көрген ұнайды. Халыққа қалай тұрады, қалай өмір сүреді. Көбісі мотоциклмен жүреді екен.
жаңағы жалғыз көшеден осындай вид қашқасы бар. Мынау Чыдан басылатын өзен. Атын тауып жазып қою керек, хаты қиын. Аяқ кешіп кіруге екен. Ағаштан жасалған. Осындай өзенге көрініспен таңғы ас, кофе 6,5 мың теңгеге шықты. Вид үшін төлеуге болады енді. Біз тамағын көреміз. Анау паромға отырып бір аралап қайту керек негізі. Так, тамағын жеп көрдік. Өте ашты екен. Спайси дедім. Сен үшін спайси шығар дейді да. Спайси деген ашты ғой, сен үшін ашты шығар дейді да, біз үшін нормально. Сонымен бір емес, 2 бутылка су ішейін деп адамын қазір. Ашты. Бұлай ашты болып деп ойлаған жоқпын мен. Тамақ жеген кезде үшін сұрап алыңыздар, ашты ма, ашты емес па деп. Қатты ашты болып көрдім маған. Кафеде осындай ит жүр. Аяқты шешіп кірген дұрыс екен негізі. Пол жумайсың, зато пол жуатын адамның ақшасын үнемдейсің. Қазақстанда болмайды ондай, потому что бізде қыс бар ғой. Қыста суит, аяқтан су өтеді. Бірақ та жаз болғасын аяқты шешіп жүргізеді. Өйстің достар, мен түсінгенім, не нәрсе бұл өмірде саған энергия береді, сол нәрседен ақшаны аямау керек. Соған ақша салу керек. Неге? Себебі адам энергиядан тұрады ғой. Машинаға мысалы бензин құймасаң, ол жүрмейді. Қанша жерден сен газды бассаң да, бензин болмаса машинаның бір орнында тұрады да. Сол сияқты сен де мысалы энергияң болмаса, қанша жерден сен тапи ете берсең де, дәл пахат ете берсең де, сен бір орнында тұра бересің де. Сондықтан саған не нәрсе энергия береді, соны анықтап ал и сол нәрсеге ақша сал. Мысалы маған саяхат энергия бере ма? Тізімді жаздым, соған ақша саламын да. Соответственно, енді әркімнің өзінің нәрсесі бар да, энергия беретін демалатын, мысалы Нұрлан Қоянбаев ағамыз айтады, PlayStation ойнап демаламын деген сияқты. Сол сияқты әркімде ол әртүрлі болады да. Өзіңіз іздеп көріңіз, тест жасап көріңіз, энергия бере ма, бермей ма, кайф бере ма, драйв бере ма деген сияқты. И сол нәрсеге ақша сала беріңіз. Сондай кеңес. Осындай метро картасы, ЛРТ, осындай ограждение қойып қойған. Адамдар құлап кетпесін деп.
кез келген тіршілік өзеннің айналасында. Бұрынғы қалалардың барлығы өзеннің айналасына салынатын болған. Тигр, Ефрат өзендері деген білесін боласыздар. Ніл өзені барлығы өзеннің айналасына салынған. Енді Атырауда мысалы Жайықтың бойына негізі біраз нәрсе салып тастауға болады да. Салмайды да оны бірақ. Так осылар просто табиғи ресурс өзенді пайдаланып нормально ақша істеп жатыр. Мен бала кезде Assassin's Creed дейтін ойынды қатты ойнайтынмын. Фанаты болдым, бүкіл частьтар ойнап шыққам. Ол ойында ол әр частьсында әртүрлі қалада жүреді. Assassin есімде әйтеуір бір Стамбулда жүретіні бар. Одан кейін Black Sea деген бар, кажется, теңізде моряк болып жүріп төбелеседі. В общем, Assassin'ның фанаты болдым и әр частьтің күтетін қай қала болады деген сияқты. И қазір өзім сол Assassin сияқты жүрмін ғой, әр қаланы ашып, қарап, зерттеп. Assassin тоже ойында сондай еді. Қалада жүресің, миссиялар орындайсың, задачалар орындайсың. И мына жақ тура сондай болып жатыр да. Еще GTA қатты ойнайтын, Vice City, San Andreas'та еще тоже көршілес қалаларға барасың, сол жақта миссиялар орындайсың. Тура сондай болып отыр ғой. Картаны кеңейтесің, просто новый карта ашасың, короче. Так что путешествие — это игра, где у тебя есть свои цели, ты их выполняешь и все. Тут базар. Икон Сиам деген торговый центрға кіресіздер. 7-ші этажында Starbucks бар. Starbucks'тың леткасында осындай вид ашылады. Осындай видпен отырып кофе ішіп, ойланып отырып. Қазір былай қарай түсеміз. You can also go down there or down one. Because that looks like a not bad terrace. Downstairs. We can go there and get a view around. Әйгілі Арабика кофе бренді үлкен кезек Icon Siamның ішіндегі орналасқан. Қазір дәмін татамыз, бірінші ішейін деп тұрмын. Көбісі мақтайды, өзінің ерекше стилі, дизайны бар. Бұл бренд жайлы толық ақпаратты тағы да салып қоямын. Қазір мына кезекті қараңыздар. Арабика брендінің негізін қалаушы бұл Кеннет Чоджи деген жапониялық кісі екен. Көп іздендім дейді, маған өмірде не керек деп. Маған керегі
жайлы үй, киім, тамақ болса болды екен, және күнделікті бір жақсы кофе ішсем деп сөйтіп кофені зерттеп, ізденіп, өзінің осылай брендін ашқан. Бір жерлерде Гонконгта деп тұр алғашқы точкасы, бір жерлерде Киото деп тұр. Қазір Киото Латте деген заказ бердім, жапониялық қаланың атауы қойылған екен. Starbucks'тан шабыт алған, жалпы Starbucks'қа көп барғам дейді, сол жақтан шабыт алып, осылай арабиканы аштым дейді. Әлемде точкалар өте көп. Осындай өзінің вайбы бар. Ерекше кофейнялардың бірі. Оларда ерекшелігі, қараңыздар, кофені сразу дәндерін осы жерден қуырып береді. Кофеміз дайын болды. Киото Латте компания негізі қаланған қала Киото екен, 2013 жылы қаланған. Бұдан бөлек арабика қазір әлемнің бірнеше елінде бар екен. Таиландта да бар, Жапония, Қытай, Катар, Эмираты, Америка, Ұлыбритания, Бахрейн, Малайзия, Камбоджа сияқты бірнеше елде бар. Өте үлкен бренд болып дамып кеткен екен. Қазір дәмін көреміз.